Жұмсақ шоколад жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 100 грамм сливки қажет, 33%. Одан кейін 20 грамм желатинді үстіне қосып, жақсылап отырып, араластырып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Бөлме температурасында тұрған біздің массамыз осылай қоюланады. Оны біз микроволновкада қыздырамыз. Яғни микроволновкада қыздырған кезде біздің желатиніміз осылай еруі қажет. Осы ыстық сливкидің үстіне 100 грамм шоколад қосамыз. Мен ақ шоколадты қосып, жақсылап отырып араластырып, осындай масса пайда болады. Енді бұл массаны біз әртүрлі түске бояй аламыз. Яғни бұл жерде водорастворимый красительді қолданамыз. Менде топ декордікі және арт колордың красительдері. 1-2 тамшы тамызып, жақсылап отырып араластырып, осы массаны енді кондитерлік мешокқа құйып аламыз. Енді гүлдер жасау үшін бізге осындай пищевой силикон қажет. Яғни бұл формалардың іші таза және құрғақ болу қажет. Оны мен теріс аударып алып, осы біздің массамызды әрбір тесіктеріне дейін өстіп құйып шығатын боламыз. Егер де біз бұл массаны осылай барлық тесіктерге құймасақ, біздің гүлдеріміз әдемі болып шықпайды. Яғни гүлдеріміз тесік-тесік болып қалады. Ондай жағдай болмас үшін біз бірінші өстіп форманың ішіне массаны құйып аламыз да, одан кейін жақсылап отырып соғып ауасын шығарамыз. Қараңыздар, мен бірінші осы роза гүліне құйып шықтым. Одан кейін тағыда мен хризантема гүліне және пиондарға құйып шығамын. Бұл силиконовый формалар осындай прозрачный болғандықтан біз сыртынан көріп тұрамыз. Қандай да бір жеріне шоколад кірмей қалса, оны біз өстіп саусағымызбен итеріп, жақсылап өтіріп жөндеп аламыз. Мынау менде хризантема гүлі. Хризантема гүлінің ішіне мен бұл массаны осылай құйдым. Яғни пищевой силиконды әрбір гүлдің жапырақтарына кіргізіп, массаны сол жапырақтың ішіне толтырып шығарып отырдым. Қараңыздар, бұл силиконның сыртынан көріп тұруға болады. Жапырақтардың ішіне осы біздің массамыз кірді ме, кірген жоқ па, барлығын көріп аламыз. Енді бұларды біз тоңазытқышқа 20-30 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде біздің массамыз кішкене қата бастайды. Бұл гүлдерді құйғанша менің қалған осы массам өстіп қоюланып қалды. Оны мен микроволновкада тағы да қыздырып алдым да, енді осы жапырақтардың формаларын ішіне құйып шығамын. Жаңағы біздің массамызды мен қыздырып алдым. Бұл масса менде ыстық болып тұр. Осы жапырақтардың формасының ішіне осы менің кондитерлік мешогымның ұшын толығымен кіргізіп, массаны сол форманың ішіне толтырып шығамыз. Одан кейін артығын тағы да бүйтіп алып тастаймыз. Жақсылап отырып соғып, ішіндегі ауасын шығарамыз да, оны да біз тоңазытқышқа қатырғанға қойып қоямыз. Бұл масса туралы айта кетсек, қарасаңыздар, ақ шоколадтан жасалған массаны біз әртүрлі түске бояй аламыз, иә? Ал темный шоколад және молочный шоколадтан жасалған массаны біз басқа түске бояй алмаймыз. Міне мен хризантема гүлін кішкене ертерек шығарып алдым тоңазытқыштан. 15 минут өтті, мен оны шығарып алдым. Мына жапырақтарының барлығы бізде кішкене қата бастады, ал ортасы дұрыстап қатып үлгерген жоқ. Сондықтан, егер де сіздер тоңазытқышқа алсаңыздар, сол 30 минут тосып тұрыңыздар, иә? Өйткені бұл гүлдердің қай жерінде, яғни форманың қай жерінде көп масса құйылған, сол жері өте кішкене ұзағырақ қататын болады. Енді бұл гүлді мен тағы да жаңа жарты сағатқа тоңазытқышқа, холодильникке алып қойдым. Мына роза гүлі бізде жарты сағат тұрды. Қараңыздар, бұл формадан өте оңай шықты және ешқай жерінде тесіктері жоқ. Осындай әдемі, нежный гүл болып шықты. Бұл гүлдердің дәмі енді кішкене шоколадтан бөлек болып шығады және бұлар қатты болмайды. Яғни сіздер тоңазытқышта 1 сағат, 2 сағат бұл массаны ұстасаңыздар, бұлар кішкене тығыздау, қаттылау болып шығады, бірақ шоколад сияқты қытырлап тұрмайды. Бөлме температурасында бұлар кішкене жұмсарады, бірақ бұлар ерімейді. Енді қараңыздар, ақ шоколадтан жасалған бұл десерт деп айтсақ, өте нежный болып шығады, өйткені бұл бізде сливки қосылған ғой. Сондықтан дәмі қатты, приторный, тәтті емес, шоколад сияқты. Бізде бұл жерде көбінесе сливочный вкус болып тұрады, иә? Егер де бұл гүлдерді темный шоколадтан жасайтын болсаңыздар, калибаут шоколадмен жасаңыздар,
ол енді өте дәмді болып шығады дейді. Мен келесі сабақта сол темный шоколадтан жасап көрсететін боламын. Ал ақ шоколадтан бізде дәмі қатты насыщенный болып білінбейді. Жай ғана бір желейный массаны жеп тұрған сияқты боласыз. Арты послевкусия дейді ғой, соны жегеннен кейін сіздерде кішкене сливочный оттенок беріп тұрады. Енді бұларға әртүрлі пюреларды қосып, фруктовый шоколад жасауға болады. Яғни кондитерлік магазиндерде сататын пюреларды біз оларды қыздырып, оған біз осындай желатин немесе пектинді қосып, үстіне шоколадты қосып, біз фруктовый шоколад жасай аламыз. Красительді тоже натуральный краситель қолдануға болады, немесе осындай гелевый, осындай пищевой краситель қолдансаңдар болады. Натуральный дегеніміз ол бізде матча немесе малинаның ұнтақтары, олар енді кішкене ерген қиындау болады.